Бүгін біз бұл видеода мәтінмен жұмыс жасау жайында айтатын боламыз. Егер видео пайдалы болса, каналға жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Бірінші, бізде оқушылар мәтіннің 3 түрі барын біледі, көбіне, бірақ олардың түрлерін ажырата алмай жатады. Оны қалай ажырату керек? Мысалы, бізде әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні және пайымдау мәтіні болып 3-ке бөлінеді. Бұнда әңгімелеу мәтінінде көбінесе оқиға баяндалады. Бұнда не істеді, не болды деген сұрақтарға жауап береді. Және де жедел өткен шақта болады. Сондай-ақ әңгімелеу мәтінінде оқиға міндетті түрде орны, уақыты және кейіпкері болады. Егер олардың болып жатқан орны, уақыты, ондағы кейіпкерлер белгілі бір оқиға баяндалып тұрса, онда ол мәтін әңгімелеу мәтіні болады. Екінші, сипаттау мәтінін қалай ажыратамыз? Бұнда бір затты не құбылысты сипаттайды және де қандай, қалай деген сұрақтарға жауап береді. Мұнда пейзаж суреттеледі, немесе портретке мінездеме беріледі. Мысалы, айтып жатамыз ғой, мәтінде таулар мен қыраттар, адамның самайына түскен ақшашы, биязы немесе қырсық мінезі туралы айтылып жатса, одан кейін Астананың бәйтерегі, Алматының алмасы сияқты мәтінде айтылатын болса, суреттеп айтылатын болса, онда оны бірден сипаттау мәтіні екенін тауып ажыратып алуға болады. Үшінші, мәтіннің соңғы түрі пайымдау мәтіні. Бұл белгілі бір пікірді түсіндіреді, дәлелдейді және де не үшін, неге, не себепті деген сұрақтарға міндетті түрде жауап беріп тұру керек. Сондай-ақ пайымдау мәтінінде сондықтан, өйткені, себебі деген себеп салдар мәнді жалғаулық шылаулар жиі қолданылып тұрады. Яғни сөйлемнің ішінде осы сөздер міндетті түрде болып жатады. Сондықтан, өйткені деп, яғни дәлелдеп жатады, пікірді түсіндіріп жатады. Және де не үшін, неге деген сұрақтарға жауап беріп жатса, ол міндетті түрде пайымдау мәтіні болады. Бізде кейбір мәтінді алған кезде, онда әңгімелеуде, сипаттауда, пайымдауда бір мәтінде кездесуі мүмкін. Енді оқушыда мынадай сұрақ туындайды. Бұл мәтінде барлық мәтіннің түрі бар. Бірақ оны қалай табамын? Енді қайсы екенін қалай табамын деген оқушының алдында сұрақ тууы мүмкін. Яғни, қайсысы басым екеніне мәтіннің негізгі мақсатына байланысты табуға болады. Қайсысы басымырақ болса, онда сол мәтіннің түрі болады. Мысалы, мұнда бір мәтін берілген. 20 жасар жігіт шатырдың алдында жанымен жатқызылған есек арбаның үстінде домбыра шертіп отыр еді. Майшамның жарығы маңдайына шағылысып, шыпшып шыққан терімен айқасып жатқандай. Домбыраның мойны ары-бері жүгіріп өткен саусақтарының астында тіріліп кеткендей. Жас жігіттің қолы домбыраның шегіне жақындаған сайын екеуінің арасында құпияға толы әңгіме жүріп жатқандай еді. Бұл мәтінде жас жігіттің не істегені туралы айтылып тұрды, алайда оқырманның көз алдына оның сипаты, әрекеті, жан-жағы, отырған орны суреттеліп отыр. Сол себепті бұны суреттеу мәтініне жатқызамыз. Әңгімелеу мәтінінде оқиға басым болу керек. Бұл жерде оқиға емес, көбінесе жан-жағында не жатқаны, отырған, қайда отырғаны бізде суреттеп тұр. Яғни, мәтінде 3 мәтіннің де түрі келетін болса, оқушының алдында қандай мәтіннің түрі екенін білмей тұратын сұрақ туындаса, онда қайсысы басым, соған назар аудару керек. Одан кейін мәтінмен жұмыс істегенде міндетті түрде тірек сөздермен пайдаланамыз. Яғни, тірек сөздер не үшін қажет? Мәтінді құрастыруға негіз болады. Мысалы, оқушыларға мұғалімдер мәтін құрастыр деп беретін болса, онда тірек сөздер беру қажет. Тірек сөздермен оқушы не жайында айтатындығы толығымен тірек сөздер арқылы оңай құрастыра алады. Мәтінді талдағанда, мәтінді құрастырғанда міндетті түрде тірек сөзбен жұмыс істесе өте сәтті шығады. Келесі бізде мәтіннің негізгі ойын түсіндіру тәсілдері бар. Салыстыру, анықтама беру, мысал келтіру, дәйексөз келтіру және байланыс құру деп аталады. Бұнда салыстыру екі оқиғаның немесе одан да көп оқиғаның болсын, заттың болсын, ұқсастығы мен айырмашылықтарын салыстыру үшін қолданылады.
Мысалы мәтінде мынау мынадай, ал мынау мынадай деген ұғымдар болса, салыстыру тәсілі қолданылды дегенді білдіреді. Одан кейін анықтама беру деген бар. Анықтамада бір заттың не екендігін түсіндіру үшін қажет, оқырманға тез түсіндіру үшін автор осы тәсілді қолданылады. Мәтіндегі бір заттың анықтамасы берілуі тиіс. Әйтпесе екі зат болса, одан да көп зат болса, ол салыстыру болып кетуі мүмкін. Келесі бізде мысал келтіру. Мысал көбінесе бізде айтылған ойды көз алдымызға елестету үшін беріледі. Және де көп сөзді ол жерде жазбай-ақ автор мысал келтірсе, әлдеқайда оқырманға ықпалы зор болады. Көбінесе бізде мысал келтіргенде танымал тұлғаны келтіріп жатады, немесе танымал туындыны келтіріп жатады. Ол да бізге оқырманға өте ықпалы зор. Одан кейінгі дәйексөз келтіру. Дәйексөз келтіру автор өз ойын дәлелдеу үшін танымал тұлғалардың сөздерін дәйексөз ретінде келтіреді. Оны біз мәтіндерден көріп білеміз. Келесі соңғы бізде байланыс құру. Көбіне мәтіндерде бір-бірімен тікелей байланысы жоқ ұғымдарды, заттарды автор өз шеберлігіне байланысты бір-бірімен астарластырып, ойды астарластыра отырып, байланыс құрып бере алады. Бұл да бір автордың өз шеберлігі деп білеміз. Келесі бізде мәтіннің құрылымы. Мәтіннің құрылымы 3 бөліктен тұрады. Басы, яғни кіріспе, негізгі бөлім, соңы. Осы 3 бөлімнен тұрады. Кіріспеде оқырманның назарын аудару көзделеді. Және де мәтін жазған кезде кіріспеге ерекше назар аудару керек. Өйткені сіздің мәтініңіздің оқырманның ары қарай негізгі бөлімге қорытындыға өтуі, оны оқуы сіздің мына кіріспеде сол минуттарда ұстап қалуы және оны ары қарай қызықтыра алуы осы кіріспе бөлімде ерекше назар аудару қажет. Одан кейін негізгі бөлім, келесі бөлім. Негізгі бөлімде айтылатын ойдың түйінді мәселелері жүйелеп түсіндіріледі. Негізгі бөлімде көбінесе екі ұшты ойлар болмауы керек, ой шашыраңқы болмауы керек. Сондай-ақ негізгі бөлім деген бұл толық осы айтайын деген мәтініңізді оқырманға жеткізіп, осы жерде бір белгілі ой түйетіндей болуы қажет. Соңғы бөлім бізде мәтіннің соңы, қорытынды бөлім. Бұл сөздің бүкіл күшін топтастырушы мәнді бөлім. Яғни сіздің жаңағы кіріспеңізді, негізгі бөліміңізді оқып келе жатқан оқырман сіздің қорытынды бөліміңізге келіп белгілі бір ой түйу керек. Сіздің не айтайын деген идеяңызды білу керек осы жерде, толығымен бір шешімге келуі қажет. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Сізге ұнаса, каналға жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.